Ассаламу алейкум ардақты ағайын. Бүгінгі видео сабағымызда сіздерге Mail.ru сайтынан өзіңізге жеке почта ашуды үйрететін болам, және қысқаша сонымен қалай жұмыс істеуін айтып кететін боламын. Mail.ru деп браузерге жазып, осындай парақшаға кіресіз. Кірген кезде осы екі жерде регистрация, яғни тіркелу жолдары бар. Осыған кінің батырмасымен басқан кезде осындай регистрация жасайтын тіркелу формасы шығады. Осыны толтыруыңыз қажет болады. Содан кейін бұл жерде желаемый почтовый адрес деген жерде сол жерге басқан кезде Mail.ru-дың сайтының өзі сізге қолайлы, және де осындай жәшіктер бос деген аттардың тізімін шығарып береді. Біреуін таңдап аласыз да соған басасыз. Таңдағаннан кейін соған басасыз. Содан кейін белгілегеннен кейін жәшігіңіздің логині, және ол сіздің логин адресіңіз болады, электронный адресіңіз. Содан кейін пароль деген жерге өзіңіз бір сандармен әріптерден, үлкен әріптерден, кішкентай әріптерден тұратын пароль ойлап табуыңыз керек болады. Жазасыз. Егерде жазған кезде көрмей жатсаңыз, мына жерде мынандай көздің иконкасы тұр, соған басасыз. Сол кезде строчкасына жазғаныңыз көрінетін болады. Жазып болғаннан кейін мына жерге өзіңіздің ұялы телефон нөміріңізді жазып тіркеу керек болады. Ол жерде странаны таңдауыңыз керек. Қазақстаннан кейін телефон нөміріңізді жазуыңыз керек болады. Содан кейін регистрация басасыз. Регистрация басқаннан кейін осындай келесі бетке өтесіз. Ол бетте сіздің ұялы телефон нөміріңізге сообщение келеді, код келеді. Яғни ол сол кодты алып мына жерге жазасыз. Продолжить кнопкасын басасыз. Содан кейін осындай парақшаға өтесіз. Сіз өзіңізге фото жүктегіңіз келсе, немесе өзіңіздің ноутбугыңыздың, компьютеріңіздің веб-камерасынан суретке түсіргіңіз келсе, осы батырманы таңдайсыз. Маңызды болмаса, пропустить батырмасын басып, келесі бетке өтесіз. Почта жәшігіңіздің ішіне кіресіз. Ол кезде входящий, отправленный, черновик, спам, корзина, написать письмо, және де өзіңіздің логиніңіз, почтаңыздың адресі мына жерде жазылып тұрады. Осы жерде жазылып тұрады. Содан кейін бұл жерде входящий письмоларда сізге басқа біреулерден жіберілген хаттар болады. Ол жерде оны мына жерден оқи аласыз. Мына жерде дұрыс көрінбей екен. Мына жердегі хаттар болады, осы жерден оқи аласыз. Кейбір кездерде болады, біреулер хат жібердім дейді электронный поштаңызға, бірақ сізге ол хат келмей тұрады, входящийдің ішінде болмайды. Сіз көре алмайсыз. Ондай хаттар мына Mail.ru-дың сайтының өзі спамға салып жібереді. Сол кезде входящийдің ішінде болмаса, спамның ішінен қарау керек болады. Сондай-ақ сіздің өзіңіздің біреуге жіберген письмоларыңыз мына отправленныйдың ішінде тұрады. Сосын енді бұл жерде написать письмо деген бар. Написать письмоға басып біреуге хат жолдай аласыз. Бірақ міндетті түрде осы жазған логиніңізді, пароліңізді жазып алғаныңыз дұрыс болады.
қағазға немесе блокнотқа жазып алғаныңыз дұрыс болады, ұмытып қалмау үшін. Ұмытып қалған жағдайда не помню пароль деп басып, жаңағы ұялы телефон нөміріңіз арқылы қайттан восстановить етіп алсаңыз болады. Осымен бүгінге сабақ бітті. Келесі кездескенше сау саламатта аман жүріңіз.